Баршаңызға сәлем. Кешкі асқа осындай дәмді тағамдардың бір түрі фаршированный перецті бірге әзірлейік. Қажетті құрамының барлығын төменге описанияға жазып қоямын. Ең алдымен салмасын дайындап алайық. Ол үшін бізге тартылған ет, күріш және де жуа қажет болады. Дәміне қарай тұз бен қара бұрышты қосамыз. Күрішті алдын ала жуып қосамыз. Жуаны ұсақтап турап саламыз. Барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Осымен салмасы дайын. Енді болгар бұрышын жуып тазалап аламыз. Бас жағын және ішіндегі дәндерін алып тастап жуып аламыз. Бір-бірден ішіне салмасын толтырып шығамыз. Ал енді қазанға майды құйып қыздырамыз. Одан кейін үстіне жуаны, сәбіз, картопты салып, майға қуырып аламыз. Үстіне томатты салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Татымына қарай кішкене тұз саламыз. Ортасына лавр жапырағын саламыз. Үстіне жаңағы фаршированный перецтерді бір-бірден қалап шығамыз. Үстіне қайнап тұрған суды құямыз. Шамамен осылай батып тұратындай етіп құйсақ жеткілікті. Қақпағын жабамыз. Қайнағаннан кейін орташа отқа қойып 45 минутта пісіріп аламыз. Міне осымен біздің дәмді кешкі асымыз дайын. Қазанды оттан өшіреміз. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.